Ассалаумағалейкум менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен өріктен, яғни абрикостан варенье жасаймыз. Бұл жерде 10 келі абрикос болған болатын. Бірақ дәнегін тазалағанда 8 келі жарым өрік шықты. Оған 8 келі шекерімді қосып, бір түнге қалдырдым. Келесі күні осылай жай отта бетіндегі шыққан көпіріктердің барлығын алып тастадым. Бұл бірінші қайнатылуым, жоқ дегенде 20 минут, 25 минут қайнаттым. Жақсылап бетіндегі жай отты қайната отырып көпірігін алдым. Содан кейін 8 сағаттай суытып, кешкісін екінші рет тағы да қайнатып алдым. Екінші рет қайнатқанда оның бетінде де азымыз болса да көпірік шығады. Оның барлығын осылай алып тастайсыздар. Және осы қайнап атқан уақытта банкілерімізді стерилизовать етіп аламыз, қақпақтарымызды. Міне осылай 15-20 минут стерилизовать етіп алдым. Енді барлығын ыссы күйінде қиып жауып аламыз. Мен көбіне осындай брандалы банкілерге жауып аламын. Ыссы күйінде осылай қақпағын салып, жақсылап тұрып, бұрап қаттырақ жауасыздар. Осы күйінде сақтап алсаңыздар да болады. Қыстыққа таптырмас вареньенің бірі болып табылады. Ас болсын достар.